10 жасарлық Қобелжан деген біздің мұсылман бауырымызды аяусыз пышақтап өлтірген екен. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қазір интернетте тарап жүр, көпшілігіңіз көрдіңіздер. Ресейде 14 жасарлық Тимофей деген бала, 10 жасарлық Қобелжан деген біздің мұсылман бауырымызды аяусыз пышақтап өлтірген екен. Мен мұны естіген кезде қатты таңғалдым. Кейін рас па өтірік па деп шынымен интернетте жаңалықтарды ақтарып қарасам, дәл солай болған екен. Тимофей деген бала екеуі бір мектепте оқитын болған. Тапа-тал түсте мектепке пышағын алып, Ақсаланың қасында жүрген балалардан ұлттарын сұраған. Сендердің ұлттарың кім деп. Сол кезде Қобелжан деген баланы ұлты орыс болмаған үшін, тәжік болған үшін, мұсылман болған үшін ұстап аяусыз пышақтап өлтірген екен. Енді мен бұл оқиғаны естіген кезде қатты мұңайдым. Алла жазасын берсін, кім болса да. Және бір жағынан қатты шүкіршілік еттім. Неге? Өйткені Аллах Тағала бізді мұсылман қылған үшін шүкіршілік еттім. Енді білесіздер, біздің дінімізде, ислам дінінде ұлтқа бөлінушілік жоқ. Пайғамбарымыз өзінің хадисінде араб еместен ешқандай да артықшылығы жоқ дейді. Дәл сол сияқты ақ нәсілдінің, қара нәсілдінің де ешқандай артықшылығы жоқ. Бәрің адамзаттың, адам атаның ұрпақтарысыңдар дейді. Дәл сол сияқты Құран кәрімде инна акрамакум индаллахи атқакум, сендердің іштеріңдегі ең хайырлыларың ол тақуаларың дейді. Яғни Аллах Тағала ең жақындарың ол сендердің тақуа болғандарың дейді. Қобелжан деген кішкене бауырымыздың жаны жәннатта болсын, дұға етейік. Ал оны аяусыз өлтірген жаңағы Тимофей деген баланы да Аллах Тағала не істейміз? Аллах Тағала тапсырамыз, Аллах Тағала өз жазасын берсін. Енді адам өлтіру ол діндегі ең үлкен күнәлардың бірі екенін білесіздер. Аллах Тағала бізді залымдардың, жаман ниетті адамдардың кесірінен сақтасын дейміз.